Көпшілікке «Бизнес по-казахски» атты фильміндегі Еркош ретінде танылған актер Рамазан Амантай келесі бөлімдерде бой көрсетпеуі мүмкін. Киноның продюсері Нұрлан Қоянбаев басты рөлді сомдап жүрген жігітті енді түсіруден бас тартып отыр. Оған жас өнерпаздың семіріп кеткені себеп болған. Нұрлан Қоянбаев бастаған топ «Бизнес по-казахски Түркияда» атты жаңа фильмінің түсірілімі алдында барлық актерлармен кездесіп шыққан. Ұжымның жиынында түсірілім тобы Рамазан Амантайдың көп артық салмақ жинап алғанын бетіне басып, оның дене бітімінің өзгеруі киноның қаралымына әсер етуі мүмкін екенін түсіндірген. Сонымен қатар, олардың айтуынша, кішкентай Еркоштың толық еркекке айналып шыққаны көрермендерге де кері әсерін тигізбек. Нұрлан Қоянбаев пен оның командасы Рамазан Амантайға фильмге түсуі үшін қатаң талап қойған. Жас актер тамыз айына дейін 15 келіден арылу керек. Ол белгіленген уақытта арықтамаса, оның орнын басқа актер баспақ. Рамазан Амантай өз рөлін ешкімге беріп қоймас үшін қалай болғанда артық салмақты тастауға барын салатынын айтты. Алайда ол оңай шаруа емес екенін де ұмытпады. Сол себепті актер бірінші болып өз жанкүйерлерінің көмегіне жүгінді. Өнер иесі Instagram парақшасында олардан арықтаудың тиімді тәсілдерімен бөлісуін сұраған. Достар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Мен «Бизнес по-казахски Турция» киносына түсуім үшін тамыз айына дейін минимум 15 килограмм тастауым керек болып жатыр. Срочно арықтау керек болып жатыр. Соған сіздердің көмектеріңіз керек. Егер өзіңіз немесе досыңыз осынша уақыттың ішінде осынша килограмм тастаған болсаңыздар, маған жолдарын айтыңыздаршы. Өтініш немесе басқалар жолмен әйтеуір көмектеріңіз керек болып жатыр. Дайректке жазыңыздар, сторис күйінде бәрі қабылданады. Ал егер осы хикаяны толықтай көргілеріңіз келсе, Қоянбаев лайф арнасындағы «Бизнес по-казахски» сериясының бірінші сериясын көріңіздер.